асықты сақаға дәбір тигізіп құлатамыз. Қай топты құлатса, сол топ жеңімпаз аталады. Ұлттық ойында тағы бір керемет ойын бар екен. Ол ойынның аты көтерілген деген біздің бала тыңдаймыз. Кәне ақыр орнымызда тұрамыз. Мына қолымыздағы түйілген орамалды бір балаға беріп, түйілген орамалы бір баланы қол ұстап алуымыз керек. Ол бала қашып жүреді, бір балаға түйілген орамалды лақтыра салады. Қазір біздің келесі ойынымыз қол күрес деп аталады. Ол ойын